Сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен осы видеода қауышқаныма өте қуаныштымын. Осы видеомызда біз мынадай әдемі 7 түрлі жіптен тоқылған әдемі кемпірқосақ өрнегімізді сіздерге қалай тоқылу керек екенін сіздерге көрсетпекші болып отырмын. Оған арналған 7 түрлі жіп, 6 түрлі жібімізді біз 1,5 метрден жасап аламыз. Қалған ең соңғы осы қанық көк жібімізді 2 метр ғып жасап аламыз. Мінекей, енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 5 түрлі жіп немесе 4 түрлі жіппен тоқысаңыздар болады. Бірақ мен осындай сіздерге кемпірқосақ өрнегін қалай тоқылу әдісін сіздерге көрсетіп қоймақшымын. Ең бірінші осылай өлшеп аласыздар. Аяқтарыңыздың өлшеміне қарай. Біз қазіргі тоқып отырған размеріміз 36 размер. Аяқ киімнің сыртынан бастап тоқимыз. Жіптерімізді аяқ киімнің сыртынан бастап іліп аламыз. Ең бірінші аяқ киімнің бас жағында қызыл жібімізді іліп аламыз. Осы жерден алдындағы тоқылған тәпішкеміздің өрнегі бізде жұлдызды өрнек деп аталады. Мен сіздерге айтуды ұмытып кетіппін алдыңғы видеода. Осы видеода сіздерге айтып қояйын деп шештім. Енді осы видеода біз кемпірқосақ өрнегін тоқуды бастаймыз. Тоқылу әдісі өте қарапайым, тез тоқылатын болғандықтан, әрі оңай болғандықтан сіздерге осы өрнекті көрсетіп отырмын. Үй жағдайында, мысалы, бір тәпішке тоқымақшы болсаңыздар, осы өрнекті немесе жұлдызды өрнекті қолдансаңыздар, бір күн емес, жарты күнде бір тәпішке тоқып шығасыздар. Осындай жіпті өткізген кезімізде орын алдырмаймыз. Бірінен кейін бірін осылай өткізіп аламыз. Өте басына дейін өткізбейміз. Қазір біз көлденең жіп өткізуіміз керек болады. Сондықтан басына дейін өткізбейміз. Осылай өткізіп қоясыздар әрбір 6 жібімізді. Мінекей, 6 жібімізді өткізіп алдық. Қазір біздегі қанық көк жібіміз. Жібіміздің әрбір өткізген жібіміз бірдей болу керек. Өлшеп отырамыз осылай бірдей. Әрбір жібіміздің ұшы бірдей болу керек. Бірдей болмаса, ең артына тоқылған кезде бір жібіміз жетпей, бір жібіміз асып қалып отырады. Бұл кезде қайтадан сөйтіп, тарқатып, қайтадан тоқуға тура келеді. Сол үшін ең бастапқы өткізген кезде мұқият болуымыз керек.
не қанық көк жібімізді осылай бірінші осы әрбір 6 жібіміздің артынан, енді алдынан осылай өткіземіз әрбір жібіміздің. Енді осы ең бас жағынан осылай өткізіп аламыз. Жаңда біз көк жібімізді 2 метр жасадық дедік. Ар жақ басында 1 метр, бер жақ басында 1 метр. Солай қалдырасыздар. Жіп тартқан кезде 2 жіпті бірдей тартасыздар, бір-бірден тартпайсыздар. Өйткені біреу ұзын, біреу қысқа болып қалуы мүмкін. Үстеп кішкене мықтылап тартып қоясыздар. Жібімізді өткізіп болдық. Мен алдыңғы видеоларда жібімізді бәрін дайындап алатын. Осы видеода сіздерге жіпті қалай өткізу керек екен көрсетіп отырмын. Өйткені осы кемпірқосақтың өрнегінің жібі өзі ерекше өткізіледі. Міне. Осы жасыл жібіміздің екі жағына да жасыл жіп қойдық. Өйткені барлық жіптеріміз осы жіпке бағынады. Осы жіпті осылай етіп барлық жібімізді айналдырып байлап отырамыз. Бұл өрнектің бір жақсы қарапайым, ешқандай қосымша өрнектері жоқ. Тек қана осы бір байлау тәсіліменен әрбір жібімізді осы қанық көк жібімізге айналдырып байлап отырасыздар. Бір сағаттың ішінде бір тәпішке тоқып алуға болады. Осындай қарапайым өрнектерді келесі видеоларда тағы да басқа өрнектер көрсететін боламын. Бірінші қатарымыздың басына да келіп жеттік. Ең соңғы қара көк жібімізді, қанық көк жібімізді осылай айналдырамыз. Енді осы жіпке осылай ұстап отырасыздар. Қайтадан басынан бастап 2 реттен айналдырып отырасыздар. Әрбір жібімізді біз 2 реттен айналдырып отырамыз. Қарап тұрсаңыздар, өте оңай. Бір қарап үйреніп алуға болады. Алдыңғы видеодағы жұлдызды өрнегімізден де өте оңай.
Қарап тұрсаңыздар, осындай қарапайым өрнекпенен өте керемет дүние жасап шығуға болады. Тек қана жолын тапсаңыздар, бәрін істеуге әбден мүмкін. Осылай өрнектерді бірінші басына дейін әкелесіздер, одан қайтарып арт жағына дейін апарасыздар. Әкеліп қайтарып тоқисыздар. Ұмытпаңыздар, екі-екіден айналдырамыз. Осы әдісті қашан осы өрнектің аяқталғанына дейін осылай тоқисыздар. Енді уақыт пайдаланысымен көп уақыт алып қояды. Сондықтан мен осы жерге дейін енді арт жағын, ең соңғы жерін осылай тоқып аяқтайсыздар. Енді бізде соңғы жіптеріміз. Осы қатарды тоқып болсақ, бір аяқ киіміміздің жұмысы аяқталады. Енді біз осы тәпішкеде 25 қатар тоқып отырмыз. Егер аяқтарыңыз толықтау келсе, бір-екі қатар қосып жүрсеңіздер болады. Арықтау келсе, бір-екі қатарын алып тастасаңыздар болады. Бұл жерде өте осылай, осы 25 қатармен шектеледі деген әңгіме жоқ. Өздеріңіздің аяқтарыңыздың көлеміне қарап тоқисыздар. Мінеки 25 қатарымыз тоқып болдық. Мынау енді ең соңғы қатар деп есептесек болады. Бірақ та бұл ең соңғы қатардан біз осындай 4 жібімізді қалдырамыз. Толық қатарымыз негізі 25 қатар. Енді өздеріңіздің аяқтарыңыздың өлшеміне қарайсыздар. Егерде не болса, алып тастауларыңызға болады. Осылай мына жерден 4 қатар, 4 жіп деген демекші, мына жерден 4 жіп алып қалдық. Осылай. Аяқ киіміміз толықтай бітті десек болады. Тоқылып, енді аяқ киіміміздің табанға өткізіп жұмысымызды аяқтау қалды.
Неге ең бастапқы 4 жібімізді табанның бір жібіне өткізіп аласыздар. Ең бастапқы 4 жібімізді. Содан кейін екі жіптен өткізіп отырасыздар. Ең бастапқы тоқу әдісімен, осы табанның аяқтау әдісімен анықтап көрсеттім. Енді қалғаны өздеріңіз үйден тоқып, егер білмей жатсаңыздар, видеоны қайта көріп тоқып үйреніп алсаңыздар болады. Қиын емес, өздеріңіз үйден осындай әдемі өрнектерді тоқып шыға алады деген сенімдемін. Жіптердің түстерін өздеріңіз салайсыздар. Кішкене тартып қоясыздар осылай. Неге? Біз мына жерде ең бірінші өткізген кезде табанның жібін 4 жіпті бір табанның жібіне өткіздік. Қалған жіптерімізді біз 2-2-ден табанның жібіне өткізіп алдық. Оның себебі біз алдыңғы жібімізді солай өткізуге тиіспіз, өйткені 4 жіп бірге тұрғандықтан, арасы ашылып кетпеу үшін. Енді осылай бастапқы қызыл жібімізден әрбір жібімізді осылай айналдырып байлап шығамыз. Неге осылай айналдырып басына дейін тоқып шығасыздар. Енді осы қызыл жібімізді ішінен сыртына қарай табанның жібінен аласыздар. Неге аяқ киімімізді манекенге кигізіп көреміз, сосын қалған жерін осылай бірдей етіп қиып тастаймыз. Бір аяқ киіміміз дайын деген сөз. Осы аяқ киіміміздің тоқылу барысы сіздерге ұнап жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайктарыңызды және пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Менің есімім Алтын. Әрқашанда сіздермен осындай әдемі өрнектерді, жаңа өрнектерді бөлісіп тұратын боламын. Неге аяқ киіміміздің осылай күйдіріп аласыздар. Күйдіріп осындай аяқ киімнің жанына қолдарыңызды күйдіріп алмай шаттап тастайсыздар. Өзі шапталып қалады.
алаңдамаңыздар, сөтіліп кетеді деп. Неге кемпірқосақ түсті аяқ киіміміз дайын, тоқылу барысы өте оңай, қарапайым, үйден тоқып көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.